Сәлем, құрметті достар, денсаулық каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бүгінгі тақырып, яғни организмді, ағзаны тазарту. Организмді қалай тазартамыз, немен тазартамыз, сол туралы видео болмақ. Ол үшін бізге активированный уголь деген дәрі керек, яғни аптекада сатады. Бұл деген дәріге жатпайды, бұның ешқандай зияны жоқ. Осы активированный угольді аламыз. Активированный уголь ағзаны тазалайды. Мен 4 штук алдым. Өз тәжірибемнен өткен. Қазір мен осы ағзамды тазартып жатырмын осы активированный уголь арқылы. Мен 4 штук алдым. Өйткені менің салмағым 42. Әр 10 килограммға 1 штук. Кімде қандай салмақ, солай санап аласыз. Және деген 3 күн 4 күннен артық тазартуға болмайды. 3-4 күн қолданасыз. Күнде таңертең аш қарында мен 4 активированный уголь ішем, жылы сумен, яғни қайнаған жылы сумен 40 градустағы қайнаған жылы сумен 1 стакан жылы сумен ішіп аламын. Жеңіл тамақтар ішуге тырысамын, ауыр тамақтар ішпеймін. Тазартып жүрген кезде суды көбірек ішемін. Бұл активированный уголь күн ұзаққа ішектегі барлық тұрып қалған шлактарды барлығын өткізу арқылы тазартады. Ішіңіз өтеді, одан қорықпаңыз. Бұл тазартып жатыр деген сөз. Және кал, яғни калыңыз қара түске, іш өткенде қара түске боялады. 3-4 күннен асырмай осылай тазалайсыз. Сіздің ішектеріңіз тазаланып қалады, барлық ағзаңыз тазаланып қалады. Активированный уголь іштегі шлактардың барлығын өзіне сорып алады. Абсорбент бар құрамында. Сол арқылы іштегі заттардың барлығын организмнен шығарады. Өзіме көмектескеннен кейін, өз тәжірибемнен өткеннен кейін сіздерге өзіме, яғни тест жасау арқылы, өзім тәжірибемнен өткізу арқылы сіздерге ұсынып отырмын. Каналды қолдап, қазақша контентті қолдап, яғни тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, тегін лайкты аямаңыздар. Сіздермен болған денсаулық каналы. Сау болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, еліміз тыныш болсын.